сіздерме? Сіздермен Анай консалт компаниясы, және де бүгін сіздерге мен объединение сделок және объединение контактов деген затты көрсетемін AMA CRM системасында. Мысалыға, мына жерде менде бір клиент бар. Бұл кісі маған Инстаграмнан жазды. Енді екінші клиент бар. Бұл кісі WhatsApp'тан жазды. Бірақ тексеріп көрген жағдайда, біздің көруіміз бойынша, бұл кісі міне 5165 екінші адам. Бұл кісі де тура сол адам болып шықты. Енді бірақ бұл бір адамда екі түрлі сделка болып тұр. Себебі бұл біріншіден Инстаграм жазды, сосын Инстаграмнан кейін WhatsApp'тан жазды. Енді бұны қалай шешсе болады? Ең бірінші бізге істеу керек зат, осы Инстаграмда тұрған кезде бұл кісінің номер телефонасын толтыру. Ол үшін біз мына клиенттің уровенінде рабочий телефон тұрған жерге толтырамыз. Міне, сақталынды. Енді осы жерден біз списке деген жерге кіреміз. Бағанағы жазған номерді қайталап жазамыз. Жазған кезде бізде міне екі контакт шықты. Міне екі контакт шықты. Енді осы екі контакты басамыз да объединить деген батырман басамыз. Осы кезде бізге қайсысын таңдауымыз келеді, соны көрсетеді. Адамның аты қандай болады, кім ответственный, қандай номер телефона деген сияқты. Маған осы заттар келеді. Объединить батырмасын басамын. Кішкене күтеміз. Сонымен бітеді. Енді біз осы адамның номерін бір номер қылып сақталғаннан кейін енді сделканы біріктіреміз. Ол үшін біз бұл жерде тура солай 5165 деп іздейміз. Сол кезде бізде екі сделка шығады. Менде көз алдында тұр ол екеуі. Сондықтан мен бұларды массовые действия дегенді басып, бұл екеуін таңдап, объединить дегенді бассам болады. Сосын объединить батырмасын басамын. Барлығы біткен кезде міне осындай бір сделка шығады. Сосын бұл жерде менде WhatsApp'тағы сообщенияларды, Инстаграмдағы сообщенияларды барлығы сақталады. Тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.